Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз осындай тәтті нандар жасайтын боламыз, яғни булочкалардың рецептісін мен сіздерге ұсынатын боламын. Өте қарапайым және де бір жасағанда өте дәмді болып шығады. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бір жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап ерігенше араластыратын боламыз. Барлық рецепттердің құрамы описаниеде жазылып тұр. Барлығы да тексерілген, жақсы шығады, қорықпай дайындап көрсеңіздер болады. Келесі кезекте сүтімізді құйып, және де су құямыз, сұйық май қосамыз. Сұйық майдың орнына сары майды бөлме температурасына қоссаңыздар болады. Ашытқыны қосып, тағы да бір араластырып жібереміз де, електен өткізіп алынған ұнымызды қосып, араластыра отырып, одан соң қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Ұнды електен өткізіп қосатын болсаңыздар, қандай зат пісірсеңіз де өте жұмсақ, биік болып пісетін болады. Сұйық маймен майлап жібереміз де 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан соң қамырымыз көтерілгеннен кейін тағы да бір басып, қайтадан 1 сағатқа қойып қоямыз. Жылы жерге қойыңыздар. Мінекей қамырымыз көтерілді. Енді алып, оны бөліктерге бөлетін боламыз. Мен көз мөлшермен бөлдім. Барлығын бірдей етіп, болмаса өлшеп бөлсеңіздер де болады. Мінекей алманың тосапының арасына салып, салмасына булочкалар дайындап жатырмын. Жасалуы өте оңай, осылайша мынау сүзбе қосылған тәтті нанымыз. Осылайша өте қарапайым жолмен булочкаларды дайындап шықтым. Келесі кезекте осылайша баса отырып, арасына тосап немесе сүзбе қосып, одан соң бүгіп, дөп-дөңгелек булочкалар жасайтын боламыз. Әркім өз қалауларынша салмасына өз қосатындарын қоса беруге болады. Мінекей дөңгелек қамырды ортасынан баса отырып, сүзбе немесе тосап салсаңыздар да болады. Өз қалауларыңызша қалай әсемдегілеріңіз келеді, солай дайындай берсеңіздер болады. Булочкаларыңыз көтеріліп, жақсы болып піседі. Көріп тұрғандарыңыздай, мен барлық булочканы де өте қарапайым, оңай жолмен жасап шықтым. Сіздер де дәл осылайша дайындасаңыздар болады, ешқандай қиындығы жоқ. Дайын болған булочкаларды бетіне жұмыртқаны жағып, одан соң мак немесе кунжут сепсеңіздер болады. 20 минутқа тындырып қоямыз. Жылы жерде тұрса 20 минутқа қойсаңыздар болады, немесе 1 сағатқа дейін көтеріліп қойсаңыздар, біздің қамырымыз одан сайын көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. Дайын болған булочкаларымызды 45 минутқа пешке пісіріп алдым. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, біздің булочкаларымыз қызарып, әдемі болып пісті, жұмсақ. Осындай дайын болған булочкаларыңызды, тәтті нандарыңызды дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Бір жасағанда өте дәмді болып шығатын булочкалар. Ас болсын.